4-ші бөлім. Талут пен Жалут. Ей, Зият, кеменің ернеуінен әрмен тұр. Кеменің шетіне отырған өте қауіпті. Мен үшін еш қорықпа. Мен тепе-теңдікті сақтай аламын. Ей, балақай, қырсықпай, сөзімді тыңда. Маған алаңдамай өз алдындағы жұмысыңмен айналса берш. Ей, Лулу! Желкенді босаттым! Онда төмен түсе бер. Көмектесіңдер, көмектесіңдер! Я Раббым! Зият! Зият, бәрі дұрыс па? Қорықпа, қорықпа. Екі аяғыңды қимылдата бер. Қозғалмай сіресіп қалма. Шамам келер емес. Сен тұзды суды көп жұтып қойған сияқтысың. Кемеге барғасын, Алла қаласа сені өзім емдеп жасам. Уайымдама. Қандай кемені айтып тұрсыз? Ол бізден алыстап барады ғой. Қорықпа, ол ғасыр айналып қайтып келеді. Оған еш алаңдама. Лулу мен Маржан не істейтіндерін жақсы біледі. Мынаны сен киіп ал. Мырза, менен алыс кетпеңізші. Мен қорқып тұрмын. Қорықпа, мен міне жаныңдамын. Марза, мен оған бір емес бірнеше рет ескерттім. Бірақ ол мені тыңдауға құлық танытпады. Не үшін Лулудың айтқанына құлақ аспадың? Кешірім өтінем. Мен тоңып қалдым, әрі біраз шаршап қалған сияқтымын. Ұйықтағым келіп тұр. Менің сұрағыма жауап берген соң ұйықтайсың. Сосын тағы алдымен жылы су ішіп алуың керек. Ей, Маржан, бізге бір жылы сусын дайындап жіберсең. Құп болады, мырзам. Соған қоса жылы жамылғы әзірле, Лулу. Қазір дереу әкелем. Ал енді жауап берші. Сен неге айтқанды тыңдамадың? Мен оны нағыз теңізші деп ойламадым. Айтқым келгені, оның сөзі ондай маңызды деп ойламаппын. Сен оған бейжай қарапсың. Солай емес пе? Шындығында, солай, я. Бар болғаны теңізшілердің киімін кигеніңе бола, сен өзіңді одан ақылды санадың. Сен осы қылған әрекетіңмен көздерін шел басқан, өздерін Талуттан абзалмыз деп ойлаған қауымға ұқсап қалдың. Талут пайғамбар болған ба? Жоқ, пайғамбар болмаған. Бірақ оның басынан өткен таңғажайып оқиғасында Исраил қауымының 2 пайғамбары болғандығы айтылады. Қатты білгім келіп кетті ғой. Жылы көже? Қалың жамылға. Балақай қазір ұйықтай ме екен? Жоқ, мүмкін болса алдымен Талут хикаясын тыңдап алсам. Әуелі теңізші Лулудан кешірім сұра. Себебі сен оның ескертуін тыңдамадың. Ағатай, мені кешіріңіз. Барлығын жайғасыңдар. Сендерге әңгімелеп берейін. Мұса пайғамбардан кейін Исраил қауымы Тауратты үйренумен және соны өмірлерінде ұстанумен мықты үмбет бола білді. Бірақ діндеріне немқұрайлылық танытып, арасында зұлымдық пен бүлікке жол бере бастады. Сонда Алла оларға қаһарын төкті. Соның салдарынан өмірлері адам төзгісіз қорлыққа түсті. Жерлер мен байлықтарының көп бөлігін жаулары тартып алды. Олар зұлымдықтарының ешбіріне қарсы шығуға шамасы жетпейтін халге жетті. Қауымның бетке ұстарлары бұл түйткілді мәселені шешуге тырысып, мәжіліс жасады. Біз бұл мәселені шынымен шешуді қаласақ, әуелі бұның басын ашып алуымыз керек. Сөзіңнен ештеңені ұғалмадым. Не айтқың келіп тұр? Айтпағым, біздің жеңілуіміздің себебі бізге бас болатын дана басшымыз жоқ. Әркім өз бетімен жүрміз. Солай емес пе? Онда шешімін айтайын. Мен сендерге басшы болайын. Үндеме, Хазрауыл.
Сен алып сатып жүрген малдарыңның өзі сені патша етіп сайламайтын еді. Ал сен сияқты аузыңнан тек оттың ұшқыны шығатын ұстадан не күтеміз? Соны айтшы. Ары тұр. Киіміңнен малдың есі шығып тұр. Аулақ тұрған Ей халқым, доғарыңдар. Біз бұлай бір-бірімізді көре алмай жүре берсек, жеңіске жете алмаймыз. Осы пайдасы жоқ құр сөзді қашан шетке ысырып қояды екенбіз, а? Бұларың не? Мырзам Талут. Ей Самған, мен саған ешкімге мырза емеспін деп 100 рет айтпап берем. Мен бар болғаны қарапайым тері илеуші ғанамын. Менен тәлім тәрбие алып жүргін келсе, маған мырзада емес, әкеңдей қара. Жақсы ұстазым. Мал шаруашылығының бастығы сізбен жолықсам дейді. Тезірек кірсін. Төрлетіңіз, мырзам. Балақай бізге сүт алып кел. Мен сүт ішу үшін келмедім. Ақшам қайда? Мырза, осы күнге дейін ешбір қарызды уақытынан кешіктірмегенімді білесіз. Терінің қарызына қоса сұрап тұрған үстемеңіз мен үшін өте көп. Сен оны өтеуге шамаң жетпейді екен? Ендеше келесіде алдыма келуші болма. Түсінбедім. Сіз енді тері илеуді қойып, қой бағуға көшкенсіз бе? Керісінше, тері илеумен қоса қой бағуды кәсіп етпекшімін. Балақай, осы арқылы өзімізді термен қамтамасыз етеміз. Сосын жаратқан жарылқап өнімдерімізде көбейер. Не деген дана кісі едіңіз? Бұл қайдан туындаған ой? Әкем сөйлегенде, білмегенімді үйренем деп мұқият тыңдайтынмын. Және Тәураттан ілім алайын деп зер салып оқитынмын. Ілім адамның дамуының басты себебі. Мен сіздің жұмысыңызға қолғабыс жасайын. Құрметті Талут мырзам, яғни жанашыр көкедегім келді. Сен қазір қойларды суарып, оларға бас көз бол. Ал мен түскі асты пісіргенге отын жинап келейін. Сол уақытта қауымның ақсақалдары өзінің ғибадатханасында мінәжат етіп жатқан Алланың елшісі Самуилге жол тартады. Өзінің дұғасы жасап болған соң, қауымын жылы жүзбен қарсы алды. Ардақты пайғамбар, Алла сізді бізге жіберді емес пе? Пайғамбар дәл солай деді. Біз зұлымдыққа ұшырап, қаңғып кеттік қой. Пайғамбар дәл солай деді. Неге жаратушыдан бізге бір ауыздан бойсынып, бірге жан берісіп, соғысатын көсем тағайындауын сұрамайсыз? Иә, тартып алынған жерімізді қайтарып, берекемізді қалпына келтірер едік. Пайғамбар, мен Алладан соны сұрасам, басшы тағайындалы бол сендерді соғысқа шақырғанда, сендер соғыспай тұрып қалама деп қорқам деді. Біз жерімізден айырылдық. Ұрпағымыз қаңғып кетті. Не үшін Алла жолында күреспейді екенбіз? Пайғамбар, ендеше сендер қалағандай басшы келсе өз ойларыңнан қайтып жүрмеңдер. Қалай ойымыздан қайтайық? Ешқашан. Бұндай нәрсе ешқашан болмайды. Пайғамбар былай деді. Ендеше Раббымнан сендерді бір тудың астына жинайтын көсем тағайындауын сұраймын. Ол қайтадан қолшылығын бастап кетті. Оны жалғыз қалдырайық. Кеттік қанеки. Қойлар қайда кеткен? Не дерімді білмей тұрмын. Бір сәтке көзім ілініп кетіпті. Оянсам қойлар үштігейлі жоқ. Бұл менің қателігім. Өзім бағып жүрген малыма селқостық танытпауым керек еді. Сөзіңіз жаныма батып кетті ғой. Енді не істейміз? Құрметті пайғамбарым, қойлармен есек бағуға шыққан едім. Аз ғана уақыт назарымнан тыс қалып еді. Таппай қалдым. Соны сізден сұрауға келіп едім. Пайғамбар одан, қойларың мен есегіңді уайымдап тұрсың ба деп сұрады. Иә. Елші айтады, оларды ойлап сары уайымға салынба. Құрметті пайғамбарым, оларды қалай уайымдамайын. Менің жауапкершілігімде әрі қолымда бары сол ғана. Пайғамбар қойларың әкеңнің үйінде деді. Аллаға шүкір. Адал малымнан айырылмағаныма. Пайғамбар оған ол мәселені қоя тұрып маған құлақ сал деді. Құлағым сізде, мырзам. Пайғамбар былай деді. Исраил халқы маған келіп бізге бір ауыздан бойынсынып, бірге жан берісіп соғысатын көсем тағайындауын Алладан неге сұрамайсыз деп өтініштерін айтып еді. Иә, адамдардың басын қосатын батыл көсемге ауадай мұқтажбыз. Және баршамыз оның қол астында болар едік.
Құрметтім, Алладан сұрадыңыз ба? Пайғамбар айтты. Иә, Алладан сұрадым. Ол сені Израилға басшы етіп таңдады. Алланың өзі мені таңдады ма? Пайғамбар иә деді. Мен қарапайым тері илеушімін. Қалай басшы болам? Пайғамбар айтты. Бұл Алланың пәрмені. Ал сен соғысқа өзіңді дайындауың керек. Бұл жытпай орындайым. Ертесіне қауым ақсақалдары Алланың елшісі Самуэльмен бас қосты. Оларға Алла сендерге Талутты басшы қылып тағайындады. Талут, мына кісіме бізге көсемдік ететін? Қалай оған басшылық берілмек? Одан да біз лайықтырақ емеспіз бе? Пайғамбар айтты. Ей адамдар, не үшін өздеріңді оған қарағанда лайық көресіңдер? Біз одан әлде қайда баймыз. Оның киіміне қараңыз. Ол жұпыны малшының киімін киіп алған. Пайғамбар айтты, лайықтылық байлықпен киімге істемес. Лайықтылық халықты басқара алатын қабілеттің болуында. Қабілет? Қайдағы қабілет? Пайғамбар айтты, Талут Алланың сендерге таңдауы. Алла оны ілімі мен қабілет үшін таңдады. Біз саған сенеміз, құрметті пайғамбар. Бірақ қалай осы қауымның құрметті бай бағландары өзіміз екенімізді ұмытпақпыз? Алла қалайша бізді байқамай оны назарға алды. Неге дәл осы Талут болуы керек? Пайғамбар айтты. Мен бір пенде болсам, қалай Алладан себебін сұраймын. Пайғамбарлар сұрақ қоймайды. Тек тыңдап құлақ асады. Ал бұл Алланың қалауы. Алладан бізден оны неге артық көргенін сұрауға хақымыз жоқ па сонда? Алла өз ілімімен оны таңдап алды. Әрі оған терең іліммен қажымас қайрат берген. Ей адамдар, Алланың бізге деген таңдауы осы екендігіне қарамастан, менің басшылыққа лайықтылығым жайында ұзақ тартысып кеттіңіздер. Жерлерімізді жаулаған, барымыздан айырған, елімізді басып алу үшін әскерін дайындап жатқан Жалут патшаның қаупі сіздерді алаңдатар емес. Мен Самуил пайғамбардан бұны сұрамайым. Келіспеп педік? Біз тек одан басшылыққа лайық болуы шынымен Алланың қалау екеніне бір белгі көрсетуін сұрауға келістік. Бірақ бұл талабымызды жалғыз мен сұрауға келіспедік қой. Солай емес пе? Қайрақ сөйлеңдер. Пайғамбардың құлшылығына кедергі келтіріп жатсыңдар. Кешіріңіз, құрметтім. Талут жайында сөз қозғап жатыр едік. Біз бір қателік болды ма деп алаңдадық. Әрине, ол қате деуге келмес. Мүмкін біз қате түсіндік пе деп тұрмыз. Анығын айтқанда, Алла бізге Талутты басшы еткеніне қалай көз жеткізе аламыз? Біз бұның шын екенін растайтын Алладан бір белгі болса дейміз. Пайғамбар айтты, ертең ғибадатханаға келіңдер. Ант сандығы алдарыңда болады. Ант сандығы. Қалайша ол біздің алдымызда болады? Бізден тартып алмап бет? Әрі ол алыс аймақта, Иордания теңізінің ар жағында жатыр емес пе? Арамызда қанша күндік жол жатыр? Сандық еш қашан біздің қолымызға түспейді. Енді Талутты орнынан алып, басқа басшы тағайындай аламыз. Олар да өліп қалды ма? Иә, күн сайын ғибадатханамызда белгісіз себептермен адамдарымыз шеттерінен өліп жатыр. Соны түсінбедім. Таңғаларлығы үлкен пұттарымыз қойған сайын құлап жатыр. Құлағанда да жай құламайды. Жерге бастарымен құлауда. Әйтпесе, ғибадатханада ант сандығы тұр ғой. Сонда да адамдар ғибадатханаға кіруден қорқып жатыр. Шындығын айтайын ба? Иә, әрине. Міне осы, ант сандығы басымызға түскен барлық бәлеге себеп болып тұр. Жөн айттың. Біз оны тартып алғалы, қиыншылықтан еш көз ашпай қойдық. Шығарып тастап, құтылғанымыз жөн деп санаймын. Ондай салмағы ауыр сандықтан қалай құтыламыз? Арбаның үстіне қойып, оны мықты арқанмен байлап, өгізге жегіп, Сахараға жібере салайық. Ант сандығы келмейді деп, мен сендерге айтпап едім. Әй, қарақтарым,
Біз уақытымызды текке құртудамыз. Одан да пайғамбарға айтайық. Алладан бізге басқа басшы тағайындауын сұрасын. Аспанға қараңдар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайғамбар оларға, Алла сендерге патша етіп Талутты тағайындады деді. Сонда бай шонжарлар, патшалыққа одан көрі мына біз лайық емеспіз бе? Ол бізге қалай патша болмақ? Оның үстіне оған мол дәулет те берілмеген деді. Пайғамбар оларға, Алла сендерге басшы ретінде соны таңдады. Әрі оған терең ілім мен мықты дене бітім нәсіп етті. Алла билікті қалаған қолына береді. Алланың ілімі өте кең. Ол шексіз ілім иесі деп жауап берді. Ант сандығы деген не? Оның ішінде не бар болатын? Алла қаласа ертең жауап берем. Қазір ұйықтайтын уақыт. Менің білгім келіп тұр. Талуттың қауымы сияқты қырсық болма. Уақытында ұйықтауға үйрен. Құп болады теңізші. Жақсы жатып жайлы тұрыңыз.